Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта Жәлел Әуезұлы. Бұл кісі желтоқсаншы. Қазір осы кісімен желтоқсан тақырыбында тағы басқа да тақырыптарда сұхбаттасатын, сырласатын боламыз. Армысыз аға? Ассалаумағалейкум. Бүгін өзі сіз бір кездесуден келе жатсыз, е? Бүгін 34-ші Жақып Ақбаев атындағы мектептегі балалармен кездесу болды. Желтоқсан оқиғасы деп айтылады. Мен өзім қарсымын. Желтоқсан көтерілісі жайлы біле ме екен жалпы? Сол жанада жазған кезде, жанада түзетіп кеттік. Оларда ақпарат берген кезде 1986 16 желтоқсанда жастар алаңға шықты деп айтып жатыр. Содан біз түзеттік, бұларыңыз қате, ұстаздарға да айттық. 1986 16 желтоқсанда көтеріліс болған жоқ. 16 желтоқсан күні түстен кейін пленум болды. Онда біздің Дінмұхамед Ахмет Қонаевты орнынан алып, Колбин сайланды. Алаңға жастар 17 күн таңертең шықты. 3 күн қырғын болды, одан кейін коменданттық сағат орнады. Солай. Одан кейін әрбір қалаларда шықты. Мысалы осы Қарағандыда 19-20 шығыпты. Біз ол кезде білмейміз ғой. Сол сияқты Жезқазғанда да 19 шықты, Өскеменде 18 шықты. Сонда әр қалада әртүрлі шықты. Соны айтып кеттік. Содан кейін сол балалардың қызығушылығы бар. Енді білмейді ғой, жаңағы мектеп директорының өзі сол 86 жылы өмірге келдім дейді. Ғана кішкентай балалар енді не біледі. Оларға да қызық, бірақ талпыныстар бар, жақсы. Мектеп қазақшаланып келе жатыр екен. Негізі аралас мектеп қой жаңағы. Тек 3 сынып қана қазір орыс сыныбы қалыпты. Одан кейін олар кеткен төменгі сыныптарда жоқ дейді, осы класстар. 86 жылы сіз Алматыда, Алматы заттехникалық малдерлерге институтының 2-ші курсында оқыдым мен. Алматы заттехникалық малдерлер институтына мен 83-ші жылы түстім, мектеп бітіргеннен кейін. Одан 84-ші жыл 1-ші курстан кейін әскер қатарына кеттім. Әскерді Приморский край деген жерде, Примор крайда қызмет жасадым 2 жыл. 86 жылы қайтып келіп, 2-ші курсқа қайтадан қабылдандым да, 2-ші курста оқып жүріп, осы желтоқсан көтерілісіне қатысып, қайтадан 5 жылға бас бостандығымнан айырылдым. Желтоқсанға енді қаншама адам қатысты, сол жақта оқып жүрген қыз жігіттер. Олардың біразы оқудан шықты, комсомолдан шықты дегендей. 2 адам ату жазасына кесілді. Қаншама адам сотталды. Соның бірі өзіңізсіз. 5 жыл кесті сізге, е? 5 жыл кесті. Соның 3 жылға таяуын отырдыңыз ба? 2 жыл 6 ай отырдым. Енді қараңыз, сіздің отыратындай не жазып қойдыңыз? Тек қана оқудан шығарып жүрмей, я болмаса комсомолдан ғана шығарып қоймай. Мендегі ақпарат бойынша сіз орыс тілінде бір лозунг көтеріп жүрсіз. Менде қолымда 2 лозунг болды. Бірінші жаңағы көтергеніміз, транспарантымыз. Каждому народу свое вождение деген. Ол әр ұлтқа өз көсемі деген. Ол орысша, қазақша болды. Екінші суретке түсіп қалған жерім «Да здравствует идея Ленина» деген. Ол да былай қарасаң, коммунистік партияға сол кездегі ешқандай қарама-қайшылық тудырып тұрған жоқ. Бәріміз сол кезде Ленин идеясымен жүрміз ғой. Ленин партия тілініп тұрады әрбір жерлерде. Бірақ соны басқа саясатқа бұрып жіберді. Ол өзі қалай болды? 16 күні жаңағы Қонаев орнынан алынып, Колбин сайланғаннан кейін Ульяновск облысынан, Ресейдің. Бізде өзін-өзі басқару болатын студенттердің жатақханада. 15 адам мүшеміз, соның мен мүшесі болатын. Тазалық секторын басқаратымын жатақхананың. Сол кешке қарай сағат 8-9-дан кейін басқа бөтендерді кіргізбейміз жатақханаға. Тәртіп сондай. Соның астынан кезекшілер шақырды, астына кісілерге отыр түсіңдірші деп. Астына түссем, 4-5 адам келіп отыр. Үлкен жігіттер, көрініп тұр, жұмыс жасайтын жігіттер екен. Бүгінгі жаңалықты естідіңдер ма дейді. Біз енді студентпіз, айғай-шумен жүріп ол естімейсің ғой. Кәргідей ақпарат тез берілмейді. Радиолар бар, оны көп бір тыңдайсың, бір тыңдамайсың. Не болып қалды десе, осылай пленум өтті, 18-ші пленум өтіп, 18 минуттың ішіне Ахмет Қонаевты алып, орнына Колбин сайланды. Сендердің көзқарастарың қандай? Үш өтінсізге қалай, ол кім Колбин деген, қайдан келді? Соған наразылық білдіруге ертең алаңға барасыңдар ма? Жарайды, баратын болдық. Содан кейін әрбір жатақхана, енді өзіміздің неміз ғой жатақханамыз. Әрбір
комнатаның тазалығын тексеріп жүріп, бәрін айтып шықтым. Жігіттер, ертең ешкім сабаққа бармаймыз, оқуға, алаңға барамыз таңертең. Осындай жағдай болыпты деп. Бәрі келісіп жатыр, бір-екі үш қана бөлмеде наразылық туды. Біз алаңға да бармаймыз, ешқайда бармаймыз. Жарайды, өздерің білесіңдер. Ойымда ештеңе жоқ. Ертеңінде жиналып, дәрім сағат 8:30-9 алаңға бардық. Транспарантты түнде жаздыңыздар ма? Транспарант біздің қолымызда болған жоқ, біз жазған жоқпыз. Біздің жатақханада ешкім жазған жоқ. Біз алаңға бардық, алаңда ешкім жоқ, ойладық, не болса ешкім жоқ. Біз енді жақынбыз ғой алаңға, жатақханамыз. Сөйтіп тұрғанда, жаңа транспаранттарымен, бәрімен Сәтбаев көшесімен басқа студенттер келе жатты. Сон тұрдық, жиналдық, уақыт өтіп жатыр, ешкім жоқ, ешкім шықпайды. Олай-бұлай жүрдік алаңда. Одан кейін бірте-бірте органның адамдары, қауіпсіздік комитетінің адамдары, милиция қызметкерлері жинала бастады. Не болды деп осылай айттық. Қайда? Қонаев неге шықпайды? Біразға дейін әйтеуір уақыт өтіп тұрғанда ештеңе болған жоқ. Тербеліс болды, адам көбейе берді. Сонымен келгенде жаңағы қыздардың қолындағы транспарантты алдық біз. Бір қыздар ұстап келе жатыр екен, соны біз ұстайық сендерден гөрі деп. Соны алып, соны ұстап тұрдық. Ол түске дейін сол жүріс, әрбір жерде жеке-жеке әңгімелер. Бұл не үшін, неге алынып тастады? Мардымда жауап жоқ. Содан біз түске қарай қайтадан кетіп қалдық, айналып қалған. Түске қарай кетіп қалдық, барып. Енді ойымызда ештеңе жоқ, ол көтерілістен біз төңкеріп тастайын деп жүрген жоқпыз ғой Совет одағын. Бәріміз коммунист, комсомолмыз. Жақсы, обед ішіп келейік деп, түскі асымызды ішіп қайтадан келдік. Қайтадан келсек, одан сайын көбейген халық. Әскерлер келе бастаған, сөйтсек, бұл енді күткен ғой, мысалы. Ташкенттен келді, Рязаннан келді, десантный войскалар, Россияның әрбір қалаларынан келді, Тбилисиден келді. Біз соларды қоя бастаған, әскерлерді қоршай бастаған. Сол кешкі сағат, кеш қарай, алтын кезінде ма, бір жағынан лап ете қалды. Оны енді ұйымдастырған өздері болу керек. Әйтпесе, тыныш өлең айтып жүрген халық қой. Қазіргі гимніміздің бірінші нұсқасын менің Қазақстанымда айтып жүргенбіз, алғашқы өзінің нұсқасын. Соны айтып тұрдық, басқа ештеңе жоқ, шықсын деп. Содан трибунаға Камалдинов, Назарбаев, тағы да бір 3-4 қазақтың азаматтары шықты. Назарбаев не айтты сонда? Бармыз ғой қазақтар деді. Бармыз қазақтар, бұның арты жақсы болмайды, тараңдар деді. Өйтіп қазақ болғанын құрсын деп айғай-шу қарлақтырылды. Содан олар астына түсіп кетеді ғой, жаңағы трибунаның астына түсіп кетті. Қонаевты шақырдық, Қонаевты шығармаған екен ғой, ол кісі шыққан жоқ. Белгілі ақын жазушыларла шыққан жоқ. Тек шыққан солар, сол бетте бір жағынан лап ете қалды әр жағынан. Басталды да кетті, біз өзіміз бер жағында тұрғанбыз, не болғанын білмей қалдық. Ойбай ұрып жатыр деп. Сол бетте әскерлер бізге қарай жүгірді. Содан қиян кескі төбелес басталды да кетті. Басында қаштық, арт жағынан су шашып өткеннен кейін өрт сөндіретін машиналар. Адамда кек ба, сол жерде енді анау мысалы қалай ұйымдасқанын да білмеймін. Таңғаласың ән жерде. Қарымта қайтарғысы келеді ғой енді. Таңғаласың ән жерде. Қаншама жас балалар, мектеп оқушылар, үлкен кісілер, бәрі аралас, студенттер, көбісі қыздар. Солар бізге мраморларды сындырып дайындай бастады. Қабырғадағы мраморларды сындырып, қыстың күнді қолдарымен. Оны бізге әкеп береді, біз жаңағы солдаттарға қарай оны лақтырамыз. Сонымен сол төбелес басталды да кетті. Енді әскердің аты әскер ғой. Қуып тығады, одан кейін біз жүгіреміз трибунаға қалай. Олар қуып тығады, екі ортада тапталып жатқан адамдар, оны тиеп жатыр машиналарға, қайдап кеткен ақыр. Қазір белгілі ғой енді қайда апарғандар. Жан-жаққа, Қапшағайға, жаңағы Буралдайдың сайын апарып төгіп тастаған бәрін. Сондай бір азаматпен кездескен, бірақ айтпайды, жылайды. Бір күні кездесіп, менде желтоқсанға қатысқан дейді, есімі Қайрат. Қай жақтық? Ол өзі Майқұдықта тұрады. Қазір бізде жұмыс істеген, Қарағанды суда, жұмыстан шығып кеткен, араласпаймыз. Сол айтады, мен туралы айтпа дейді. Енді мен ол туралы айтып қояйын осы жерде. Оны білу керек, ол да батыр жігіт. Сонда бұларды тиеп, Қапшағай жаққа апарып тастаған. Кәрі мысалы қайтыс болған 4 адам дейміз ғой. Сонда апарып тастаған, бұл есін жиған кезде адамдардың ортасында жатырын дейді. Үйіп тұстаған дейді біріміздің үстімізге. Ананың тең жарысы мысалы қатып өліп қалған шығар дейді. Шашым әппақ болып кетті дейді сол сәтте. Әзер шықты дейді, арасынан ыңырсып жатыр дейді көбісі.
содан басым ауған жаққа безіп, ал жақын маңайдағы бір ауылға келіп, содан қалаға жетіп, Алматысы құрсын деп, содан осы Қарағанды жақын жігіт ғой, кетіп қалдым. Ол СМУ дейді, жаңағы строительный монтажный бірдеңе, сонда жұмыс жасапты. Үлкен жігіт, ол 62 жыл. Сол кезде где-то олар біз 20-да болсақ, 24-25-тегі жігіт қой. Содан бастап ешкімге айтқым да келмейді, ананы көргеннен кейін дейді. Қазір жаңағы 3-4 адам өлді деп жатқанда мен мүмкін емес дейді, жартысы өліп қалған шығар, сол жерде қатып дейді. Енді су тиді денелеріне. Сондайды көрген азаматтар бар енді. Жаңағы Борылдайдың сайына дегенде де о жақтан да кәр кеше Фейсбуктан кеше ғана бір келіншектің өлеңі шықты. Фейсбуктан көріп оқуларыңызда бар, сол желтоқсан туралы айтпаңдар, Борылдайдың сайында болмағандар деп. Өзінің өмірін жазған ғой деп, сол жерде олар да болған ғой, мысалы, сол жерге апарып тастаған ғой. Шай ішіп отырыңыз. Сондай жағдайлар ғой. Енді сіз жаңағы 3 күнді айтып отырмыз ғой, енді 17-сі, 18-і, 19-ы. Қанша күнінде қатыстыңыз соның? Мен 3 күнде де қатыстым. Бірінші күні сол түнгі сағат 1-2-лердің кезінде қалаңнан қуылдық. Бір-екі қыз баланы жатақханасына шығарып салдым, Жемпейт деген өзі Гоголя көшесіне. Соны қайтып келдім жатақханаға. Бірақ енді денемде дақтары бардың, сөйтсем жатақханада мұғалімдер бірінші қабаттың бәрінде бәріміз түген деп жатыр екен. Бізді бірінші кезек түген дейді ғой, өйткенде жаңағы студенттік өзін-өзі басқарудың мүшесіміз ғой. Қайда жүрсің, анау мынау, мен айтпай жігіттерді іздеп жүрмін, осылай қыздар шығарсып кетіп. Енді мынау не дейді, енді шекем көгеріп қалған. Айтты, мен соққыға тиді ғой маған да. Жарайды, не істейміз? Бәріміз жатты, ертеңіне таңертең шығармайды ғой бірінші этаждан. Соның артынан жаңағы екінші қабаттан секіріп қайтадан барды алаңға. Алаңға барсақ, алаңда қақтаған халық, бірақ алаңның шетіне БТР-ларды қойып қойған, кіргізбейді. Кіре алмағаннан айналып көшемен кетіп қалдық жаңағы. Көшеде жүрдік, Ленин көшесімен, Абай көшесімен, сол Панфилов паркінің жанында әрбір студенттердің жанына жиналып, көше бойында жиналып, сол көше бойында қақтығыстар бола бастады. Көшеге нелерді қойып қойған жаңағы. ДНД дейді ол кезде, қызыл повязкамен. Дружиналар бар, народный дружина дейді. Олардың бәрін қаруландырып қойған, қолдарына нелер беріп қойған, бір метрлік үлкен кабель болады ғой, четырехщильный тоқтың. Содан арнайы кесіп берген, содан арматуралар кесіп берген. Анау енді керемет қой, қамшымен ұрғаннан да жаман қой, арматура сындырып береді. Олар топ-топпен тұрады. Сөйтіп бұлар ұлт азаттық жасап берді. Олар өйткені ылғи басқа ұлттар. Жұмысшылар ғой, басқа орыс ұлттары, славян ұлттары. Ұлттың кімнің кім екенін тексермейсің ғой, бәрі сап-сары. Жалпы дәл сол 18-не дейін ешқандай ұлт тәуелсіз болайық деген әңгіме болған жоқ. Әңгіме болған жоқ. Бізді өзіміздің қазақ басқарсын деген. Ол жерде жаңағы ұранды Әуелбековтің аты тұрды. Айғайладық Әуелбеков деген кісі болған. Сосын Браун деген болған, Браун. Қазақстанның адамы болсын дейсіздер ғой. Целиноградтың компартиясының бастығы болды, Браун деген неміс. Сол болды, тағы да бір 4-5 адам арасында орыстардың фамилиясы да бар. Ол Қазақстандікі бұл неге болмайды деп. Өйткені ол туып өсті. Қазақстанның менталитетін біледі. Қазақ тілін білмесе де. Қазақпен қалай жұмыс жасауын біледі. Ал ешқандай қазаққа қатысы жоқ Колбин. Ол кезінде Грузияның компартиясының екінші қатысы болған екен. Грузияда да бір нені жаншыған ғой бұл осындай оқиға. Екінші қатысы болған екен. Содан Уэльяновқа барған, соны бізге жіберді. Бұл енді кейіннен мойындап отыр ғой, Горбачев, өзіміз қателігіміз деп. Қайтадан сол желтоқсан оқиғасына келейік. Желтоқсан оқиғасының кадрлары көп қой, соның ішінде әйгілі бір фотокадр бар, фотосурет. Бұл қаншама қыз-жігіттердің қолтықтасып тұрған бір-бірімен. Мынау цеп деп айтады, сол кезде шынжыр тәрізді қолтықтасып алған. Сол суретте енді мынау деп біраз адамдарды көрсетіп жатыр. Сіздің группаласыңыз болуы мүмкін, Ерлік Омаров па? Ерлік Омаров группаласымыз, олар ветеринарий факультетті оқыды. Біз зооинженерлік сол кісі біраз адамдардың суретін мына жігіт деп жатыр. Бірақ арасында дау туып жатқандар да бар. Ол суреттерге дау әлі туып жатыр. Енді ол адамдар өздерін өзі таниды ғой. Оның тең жартысы, мысалы, Сқидың жігіттері айтады, сельский хозяйствоның. Біздің жігіттер мен қыздар тұр дейді жерде. Ана жігіт Азби деп айтады. Азби деп айтып жатыр. Ол жерде дәл ана адамдарды қалай танымайтынын мен білмеймін. Адам өзін өзі тану керек қой.
мысалы мынау сенсің ба деп соны тірі ғой, енді олардың көзі тірі шығар әлі, жастары келсе де. Сондықтан оны анықтауға болады ғой, сөйтіп дау туғызбай. Ондай дау туғызып жатыр. Екінші қатарда тұрған бір жігіт Қарағандының осы шет ауданынан тауып отырмыз, бірақ өзі мен деп айтуын айтады, сұхбатқа келіспей тұр. Өзі айтады менде. Иә. Совет институты оқып болды. Бірақ енді келсе енді алармыз сұхбат. Келіспесе білмеймін енді ол сурет ондай кімдер екенін бір құшақтаған жаңағы жер ғана суретке түсіп қалған ғой. Біз айнала сөйтіп тұрдық қой. Жаңағы кіргізбей. Қаншама адам қаланың шетінде айналып сөйтіп бір-бірімізді ұстап тұрдық. Сыртқа жаңағы кіргіз бұздырмай бізді. Өйткені жаңағы операция болған кезде бірінші ортамыздан былай бұза бастады әскерилер. Тұрған қалпан ортасынан кіріп ше, әртүрлі жолмен бұза бастады да қиып. Сол кезде соларды қидырмаймыз деп бәріміз сондай сеп жасап алдық. Олар келіп бізге тіреліп қалды. Сіздер ит айтақтады ма сол кезде? Ит ол қуған кезде айтақтады иттің бәріміз. Итпен қаптырды. Итке қабылған адамдар бар, таланған адамдар бар. Жаңағы айтып тұрмын ғой, далаға апарып шешіндіріп мұздай жерге жалаңаш тастап кеткендер бар. Олардың бәрі көбісі жаңағындай айтпайды, не екенін білмеймін. Мысалы, қайтыс болғандар, біреулер айтады, оны неге туған туысқандар іздемейді деп, егер көп адам қайтыс болса. Ол туған туысқандарына мүмкін сондай система күшті болды ғой Совет одағында. Иә. Аузын жаптырып тастаған шығар. Олардың бәрі жаңағы белгісіз. Нұртай Забелянов ағамыздың суреті бар. Дауыс сұлғайтқышпен сөйлеп тұрған, айғайлап тұрған. Ол суреті ғана емес, несте шығады, видеосы да бар. Ол кісі енді сол кезде ол кісі қуғындалған, бірақ сотталмай қалған. Оны енді өзінен сұрау керек, не олай болды деп. Көп сұхбатта өзі көбі жүктеп енді айта алмайды. Білмеймін, өйткені жаңағындай жағдайда біздің өзімізді суретімізді тауып жай соттап жатыр. Транспарантпен жүрген суретіміз. Мен соны сұрағым келіп тұрған сол ғой. 5 жылға. Ал енді жаңағындай жүгіріп жүрген несі сақталып қалса, рупормен айғайлап жүрген. Енді ол қалай қалды? Өзінен сұраймыз. Ол кезде қандай жаңағындай не болды? Не айтты дейсіз ғой? Мүмкін сол кезде олар айтады, мысалы, маған да қойды. 4-5 адамды айт дейтін суреттегі. Оқуыңда да қаласың, бәрі сақтап қаласың деген қитұрқы сұрақтар болды. Бірақ мен ешкімді білмеймін дедім. Енді қараңыз, сол кезде қазақылығы басым болып, жаңағы ішкі істер органдарында жұмыс істесе де бір жаны ашыған азаматтар, ағаларымыз болды ма? Ондайлар да болды. Шынымен жаны ашыған. Шынымен жаны ашығандар да болды. Мысалы, алаңда мен 18 күні, екінші күні біз қоршалып тұрғанда мен ұсталып қалдым. Сол мені неге алып келе жатты жаңағы? Машинаға қарай алып келе жатқан кезде біреу жібере тұрыңдар деді. Мен үлгердім, жаңа екі аяғым тіреп, артқа серпіліп қалып ем. Енді қатты ұстап тұрған жоқ қой, білініп тұрды, қаштырып жүрге. Соның артынан айтып жатыр, қайтып келмесейші деп. Қалай қайтып келмейсің, мен айналып жағынан қайтадан келдім. 5 жылға үкім кесілді. Сол кезде не ойладыңыз? Жалпы 5 жылға кетемін деп, әлде бір кешірім болады деп ойладыңыз ба? Сосын бірінші этаппен қай түрмеге бардыңыз солай жайлы? Енді не ғой? Сол кезде білмеймін неге екен. Мысалы, адамның бойында қорқынышта үрей де болмайды екен. Бәріне адам көндігіп өзінің істегеніңді білгеннен кейін ба, алаңда шығып, ұсталып атты, тергеу жүріп жатыр. Комсомолдан шығарды, оқудан шығарып жатыр. Комсомолдан шығарғанда бүкіл группам қарсы. Сіз декабрьдің аяғында желтоқсан аяғында шығарды, е? Мен 21-інде ұсталдым. Жатақханадан келіп алып кетті мені. Жаңағы жатақханада айттым ғой, өзін өзі басқарудың мүшесілері тексереді ғой суретпен. Сол менің суреттерім шыққаннан кейін мүмкін бір айтып қойған шығар, оны мен білмеймін. Әйтпесе мені қайдан тауып алады 21 күні. 21 күн келді да мені алып кетті. Содан тергеп, суреттерімді көрсетті, содан тергеу басталды. Сосын жаңағы желтоқсанның аяғында мен неден шығарды? Комсомолдан шығарды, институттан шығарды, іс қозғалды. Сотым менің марттың 19-ына дейін болды, марттың басында басталды сот. Оған шейін тергеу жүрді. Марттың басында басталды сот. Сонда маған таққан айыптары жаңағы кейін Мұхтар Шаханов жазды ғой. 32 машинаны өртеп, 16 машинаны қиратып,
Жалғыз өзіңіз. Иә, 50 шақты адамның денесіне зақым келтіріп, ол кезде енді керемет ол ақша. 302 мың сом үкіметке зиян келтірген. Ойлайын ананы бір адамның қалай жасайды? Мен деген ұрғанда, жаңағы ұрып соғып айтқанда бір подельник тапқан жоқ қасымнан. Жалғыз сотталдым. Сонда енді қасында комнатадағы жігіттерге де әйтеуір үлгердім. Таңертең 9-дан кейін мені көрген жоқпын деп айтыңдар, ары қарай өздерің ойладыңдар деп. Я былай біз бәріміз бірге жүрдік қой алаңда. 25 адам бірге жүрдік группа. Құдай сақтап әйтеуір бәрі аман қалды. Группадан сіз ғана кеттіңіз? Жалғыз кеттім. Өйткені ол кезде сондай қазір де бар ғой енді адамдық бір-бірін сату деген ол білмеймін. Ол адам көп болғаннан пайда жоқ. Кәрі жігіттер қалжыңдасамыз сол кезде. Сол кезде бәрін сатып қасым ертіп алуым керек еді. Бәрі мен сияқты бүпши жек болып жүретін еңдер деп. Сонымен сіз сол 5 жылға кеттіңіз, 3 жылға таяу отырдыңыз. Сол 3 жыл аралығында 6 түрме көрдіңіз, иә? Бұның барлығы Қазақстанның ішінде емес қой? Иә, біз сотталғаннан кейін 31-ші зона дейді, Шымкентте болдым. Шымкентте көп болған жоқпыз, енді онда түрменің ішінде өзінің тірліктері бар, түсініктері бар. Сол түсініктеріне байланысты одан мені Павлодарға жіберді. Павлодарда да сол түсінік, жаңағы әкімшілікке қарсы шығу деген ғой, мысалы. Жұмыс жаса дейді, жұмыс жасамайсың ғой. Мен жұмыс жасауға келген жоқпын деген сияқты өзіңнің сол кездегі түсінігің. Жас жігітсің, 20-дағы, оның үстіне жазықсыз сотталып жатсың. Содан кейін тағы да сол этаппен жібереді, Россияға жіберді. Челябинскте болдым, Свердловскте болдым, Пермьде болдым, сол Половинка деген жер бар, сол жерде болдым. Соң қайтадан сол сеппен қайттым этаппен. Ешқай зоналарына да кірмей, сол жүріп айналып, соң Петропавловскке келдік. Петропавловскте қайтадан Павлодарға келдім. Сол Павлодардың 15-ші зонасынан 89 жыл соң шықтым. Сіз өзіңізді бір тепте шығарып жүрген тәрізді қылып айттыңыз да? Бір 15 күнге ғана қамалып шыққан сияқты қылып айтып шықтыңыз. Жарайды, ол Қазақстан түрмесі былай қояйық. Енді мынау түрмедегі қызметкерлердің ұрып соққаны басқа да, мынау түрме ішіндегі адамдар осындай саяси көзқараспен сотталған адамдарға қалай қарады сол кезде? Өзге ұлттар, сіз өзге мемлекеттесіз қазіргі тілмен айтқанда. Ресейдің жерінде түрмеде жатсыз. Барлығы қазақ емес қой енді ол жерде? Жоқ, ол жерде... Олар қалай қарады сіздің статьяңызға? Ол жерде қалай қарағанда, ол жерде адамның адамгершілігі мен өзінің түсінігіне қарайды. Ол әскердегідей ғой, адам өзін қалай ұстайды. Адам өзін қалай ұстайды, оның үшін өзі түсінік бар жаңағы. Әртүрлі енді оларда экранға айтылмайтын түсінік тұр ғой. Сен өзің еркек болып қалсаң, еркек болып қаласың. Жігіт болып қалсаң, жігіт болып қаласың. Ешкі болсаң, ешкі боласың деген сияқты ғой. Сондай түсінікті ұстаған адамдар, олар өздері бөлек ішінде сені күтіп алады. Сенің қарым-қатынасың, сенің жаңағы оған қандай статьямен түскенің онда қатты рөл ойнамайды. Онда сенің мінез құлқың жаңағы әкімшілікке қараған көрсеткен көзқарасың сонымен бағаланады. Түрме әкімшілігіне көрсеткен көзқарас сонымен бағаланады. Сондықтан әрбір жерде жіпсіз байланыс бар. Қай жерден қай жерге этаппен келе жатсаң да, кімнің қандай адамның келе жатқанын олар алдын ала біліп отырады. Сол жерде өзіңді күтіп алады. Кейіннен бізде күтіп алдық сондай жас жігіттерді. Мысалы, естіп отырасың, келе жатады, осындай адам кетті, күтіп алыңдар деп мына жақтан кетеді. Сенен бұрын барады ғой жаңағы жіпсіз қоңырау. Ана Ресейге түскеннің өзінде де, міне Қазақстаннан келді деп. Мысалы, желтоқсан жаңағы 60-65 бізде статья, 60-шы статья жаңағы ұлтаралық қақтығысты қоздыру. 65 жаңағы қызметкерлерге қарсы шығу, өртеу, жағу, қирату, зорлау, сондай, ол ату жазасына дейін. Соны біліп отырады олар. Тек жаңағы білгенде Ресейдің менттері де біліп тұрады, дубақтарды. Келесің, статьяңды айтасың ғой. Оларға информация жіберген әдейі бұл қазақтар Алматыда балалар бақшасын өртеген, балаларды зорлаған, қыздарды зорлаған, кішкентай балалар тұрған деген саған әдейі кереғар жіберген, сені ішіндегі отырған жігіттердің өзі сындырсын дегендей. Бірақ олардың бәрі ол біледі ғой, қитұрқы тілдік екенін. Өзіңе сөйлесіп тілдескеннен кейін олар өз дұрыс көзқараста болады бәрі. Енді
қазір айту оңай, бірақ дәл сол кездерде, шындығында дәл сол кездерде, мысалы, сүйек пен етін ғана қалып жүрді мен. Ресейден келгенде менің қолымда 2 балдақ болды. Өзім аяғыммен жүре алмай келдім, қайтадан Қазақстанға бірақ қайтып келдім ғой. Ол енді оны айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ енді жаңағы адам өлмегеннен кейін, Алла тағала өмір бергеннен кейін өтеді екенсің, оның ол сынақтан да. Одан да өттік, Аллаға шүкір. Белсенділігіңізден енді жаман мағынада емес, ұлтыңызды сүйдіңіз, еліңізді сүйдіңіз дегендей. Туған туыстарыңызға жұмысына кедергі келтірді. Әкеңіз жұмыстан шықты, ағаңыз жұмыстан шықты дегендей. Көрдіңіз бе, мен соны естіген жоқпын, маған естіртпеген. Өз сотталып жатыр деп ойлаған ғой. Сол бұл репрессия ғой, сол қарап тұрсаң, бұрынғыдай. Мысалы, мен 20-дан асқан жігітпін. Мен өз-өзіме жауап берем. Мен өзім құқымын ғой, не істесем де өзім жауап берем. Ал бұл жақта совхоз директоры болған, менің әкем совхоз директоры болып отқан адамда, сенің балаң желтоқсан көтеріліп соғасқан бүлікшіл деп партиядан шығарады и жұмыстан қуады. Жұмыссыз қалдырады. Ол кісі осы Сарыарқа өңіріне белгілі адам. Сол Совет үкіметіне еңбек қызыл ту орденінің иегері болған, бір емес 2 рет. 40 жылдай сондай еңбек еткен коммунист қой. Қаншама совхоздарды көтерген. Содан ағам Приозерный ауданының комсомол комитетінің бірінші хатшысы болады ол кезде. Соны сенің інің осында желтоқсаншы, сондықтан деп онда Кеңгірге, Жезқазғанға Кеңгірге жер аударып жібереді. Сонда менің ағамның, менің әкемнің маған қатысы қанша? Көрдіңіз бе қандай қыспаққа сол кездегі система қандай? Бұрынғы сол репрессияны жасайды оларға да. Мен оны білген жоқпын, шыққаннан кейін бірақ білдім. Әрине өкінішті жағдай, әкей содан қатты ауырған, жұмыссыз жүрген, қиналған, ол кісілер өмір бойы жұмыс жасап қойған. 59 жасында ерте дүниеден өтіп кетті. Ағам қайтадан одан кейін былтыр ғана зейнетке шықты, сол Шашубайдың әкімі болып шықты. Қайтадан шақырылды жұмысына орны қойылды, бірақ сол уақыт аралығында біздің отбасына сондай қиындықтар түсірді. Бір жерден бір жерге көшіру, жаңағы мен қарындастарыма мүмкін әпкеме, оларға да мектептегі көзқарастар өзгеру, үйлерінде осындай сендердің ұлтшыл бар жаңағы деген сияқты. Бізге қойылған айып ұлтшыл деп те қойылған жоқ, бізге наркомандар, экстремисттер деген айып қойылды. Бүлікшілдер деген. Ал енді жаңағы түрме түсінік туралы айттық қой. Сол түрменің түсінігін бір төңкеріп тастаған бір оқиға бар емес пе сізде? Бері шыққанда. Түрменің түсінігін төңкеріп тастаған оқиға бар. Ол көп адам кейде түсінбейді да. Өздері. Менімен бірге отырғандар да, жаңағы желтоқсандықтар да қалай мүмкін емес дүние дейді. Өйткені түрмеде жаңағы... Екі мемлекеттегі оқиға ғой? Екі мемлекет бола берсін. Енді ол түрмеде жаңағы өзімнің атыма кір келтірмей таза шықтым. Оны түрмеде менімен болған жігіттердің бәрі дәлелдей алады. Бірақ түрмеден шыққаннан кейін жаңағы айттым ғой, әкей қатты ауырып жатқан. Соны әкейдің өмірі аз қалды. Ауруханаға түсті. Сонда кейін жігіттерге айтам ғой, мені 3 жылда менттар сындыра алмап еді. Бір аптада әкем сындырды деп. Әкем маған ақырғы аманаты маған сұраған сұрауы, сен енді жақты көріп келдің, қорықты ма? Тағы да рекеттердің басталып жатқан уақыты ғой, ол кісілер көріп келіп, соларға араласып кетеді деді ма? Сен органда жұмыс істе деп. Мен әкем айттым, қалай емес дейді, мен бір көрдіңіз ғой. Сіздер маған келіп кездесуге де кіре алмай кеттіңіздер. Сіздер сол кездегі сол начальник отрядтардан, зонаның бастықтарынан мен қандай отырғанымды естідіңіздер. Маған передача әкелулеріңіз өзі қиын болды. Мен соның бәрін көріп жүрмін деді. Ақымақ деп отырсың ба? Ал енді біздің жағдайымыз қалай болды, қарасаш деді. Енді шын ғой. Ойлаңызшы енді 40 жыл қызмет еткен, адал қызмет еткен адамды бір күнде түкке тұрғысыз қылып алып тастаған. Сонда жиналыс болып жатқан кезде Күләш Сардарбекова деген апамыз бар Балқашта. Сол бюрода айтты дейді, балаңыздан бас тартыңыз. Сонда партияда қалуыңыз мүмкін деді. Сонда әкең бірақ жауап берді дейді. Мен балам өзім тәрбиелеген адамнан өзім бас тарта алмаймын.
және де мен Алматыда болсам мүмкін мен баламның жанында тұратын шығармын деп. Содан жұмыстан кеткен. Міне, көрдіңіз ба? Енді андай әке маған аманат етіп, сен органда қызмет істеуің керек деген отқандан кейін мен ойладым, мен алмайды жұмысқа оған деп. Содан әкем бір досы сол Балқаштың зонасына барып сөйлесті. Айтты, мен акиматта істегем, осылай зонада отырғам, осылай теріс пиғылды зона бойынша адам болғам деп. Олар қуана қарсы алды да сол жаңағы кадр бөлімін басқаруға жұмыс қалды. Мен жұмысқа алдым, әке өйткені оған бармасаң, біраз кикілжіңге бардық әке екеуміз енді. Бірақ қатты ауырып жатқан адамға ертең олай болып кетсе, әкем ғана емес, менің бауырларым да көзқарасы мүмкін сен сол кезде неге келісе салмадың деп айтады ма деген ой келді ғой. Анам қазір марқұм болып кетті. Анам да әкең тілін алсаш, сол кісі енді қасында ғой күні түні. Ол кісі де жылап сөйтіп айтқаннан кейін амал жоқ, бардым. Мен жұмысқа алмайды деп ойладым, бірақ жұмысқа да алды. Жұмыста істедім, әкеме келіп жұмысқа тұрғанымды көрсеттім. Өкінішке орай әкем содан кейін бір айда өмір сүрген жоқ, өмірден өтіп кетті. Ал әкем өмірден өткеннен кейін мен қайтадан жұмыстан шығам деген кезде шешем, сен әкең аруағынан қорықпайсың ба енді? Алдағандай болдың ғой деді. Бірақ енді бір кіріп бір бұлқанған деген болады, ол түсінікте. Бір ақ бір қызыл деген сияқты. Одан кейін керге жол жоқ. 3-4 жыл қызмет жасадым да, содан кейін бәрібір ол енді болмайды ғой. Өзіңнің отырған анау әрбір кіріп, зонаға кіріп, ішіне кіріп шыққанда менің сол түрмедегі есіме түсіп, ол жан-жарым одан сайын ауырады. Ол күйзеліс, өзінің психологиялық күйзеліс болады. Ашуланшақ болдым, басқаша болдым. Кейіннен соның кесірінен отбасымен де ажырасып кеттім жаңағы. Өйткені мінезің өзгереді. Өйткені мінез өзгергенде сен өзің отырған жерге өзің барып жұмыс істеу, ол сынақтың сынағы. Ол сынақтың сынағы. Мен өйткені ішіндегі системаны 100% білем ғой. Өйткені өзім өттім одан. Сондықтан көп шыға алмадым мен. Содан шықтым. Құдайға тәуба. Қазір енді әртүрлі жұмыс істеп жүрмін. Сіз бір жерде әкімде болдыңыз ба? Мынау Ақмола облысында Қоржынкөл деген ауылда. Сол жерде менің бір сыныптасым шақырды, біздің жақтарында әкім керек, басқұлттар бәрі деп. Мен жаңағы семьямен ажырасып жүргем, қиын жағдайда жүргем, жұмыстан шығып жүргем. Сол айтты, мені кім әкім қояды. Келсе сенің енді сауатың бар, білімің бар, көрейік деп. Соны бардым, ол жерде де соны әкімдікке әкім болдым, жаңағы не болды? Ол жерде сайлау болды кәдімгідей. Соны мәслихаттар сайлайды ғой. Иә. 9 адамның 5-еуі ме, 6-ауы маған дауыс беріп, әкім болып өтіп кеттім аяқ асты. Қанша жыл әкім болдыңыз? Мен 1 жыл әкім болдым. 1 жылдан кейін өкінішке орай жаңағы түрмедегі суық бар. Ана Ақмола облысы енді біздікіндей аяз ғой. Далада қалып қойдық. Жүргізуші екенбіз. Ана аудан орталығы мен Қоржынкөлдің арасы 40 шақырым. Боранда қалып, қатты суық тиіп, содан 4 ай больницада жаттым. Сол Көкшетаудың ту диспансеріне жіберді. Одан Көкшетаудың пульмонологиясында жаттым. Сол 4-5 айдан кейін жаңағы отставкаға жібереді ғой. 4 айдан кейін отставкаға жібереді екен. Система сондай. Сол ауданның әкімі шақырып алды, Жәлел, сен жұмысты жақсы істеп жүрсің, бірақ енді көріп тұрмын деді. Салт істеп жүрмін ғой. Ажырасқан күнде біз семьямыз, балалар бөлініп кеткен. Ұлым өзімнің қолымда. Бір қызым шешесімен кеткен, бір қызым мүгедек. Ол да шешесімен мектепте оқиды осында, Қарағандыда. Оларды да ойлайсың, ойынбайсың. Олы менің шешемнің қасында жүр. Мен ана жақта жалғыз өзім жүрмін. Ол үшін суық түйді, сосын айтын жарайды, отставкаға жіберіңдер деп, 1 жылдан кейін отставкаға кетіп қойдым. Сол осы Қарағандыға келіп тағы да 6 ай жаттым. Өкпедегі суық шықпай қойды. Әйтеуір дәрігерлер емес, емшілерге емделдім ғой. Әлі күнге шейін қазір де мені ентігіп сөйтіп жүрген соның кесірі ғой. Сол жақта сіз бір жігіттермен жекпе-жекке шыққан дей ма? Ол енді не әңгімелер ғой. Аңыз ба?
аңшылар өтірікшілер ол. Сіздің тәртібіңізге бағынғысы келмеген, өздерінше бір сол баяғы рекеттің заманындағы әңгімелерді айтқысы келгенде. Сосын біраз жігітті орнына қойған, негізі жақсы әкім болған дейді, ол жақтың адамдары. Ол әкім болған ондай артық ештеңе болған жоқ, олар басқа ұлттар ғой. Жаңағы ауылда 4-ақ қазақ, бірақ олардың бәрі орысша. Мектеп, менің құрдасым 66 жылғы мектеп екен, мектептің спорт залы жұмыс жасамайды. Как раз 2005 жылы ма сайлау болды емес пе тағы да Назарбаевтың кезектен. Сол сайлауына қарсы жаңағы мектептің сол енді сайлау өткізетін жер жоқ ауылда. Сосын айттым мен ауылдың мектебінің спорт залын жасайық деп. Ауылдың мектебінің спорт залын жасадық. Соны халықпен сөйлескенде енді әкімдер араласпау керек дейді ғой сайлауға. Бірақ мына жақтан бәрі бізге хабар келеді. Сайлауға араласыңдар. Мен сайлауға араласпаймын, мен араласамын. Міне сайлау өтетін жер жасап бердім мен. Болды дейді. Халық өзі сайласын, кішкентай ауыл ғой. Кім сайлайды өздері біледі ғой енді. Ол бәрі ол ауылда сол ауылдың дауысы решет етпейді ғой дейсіз ғой. Ол ауылда бәрі Назарбаевтан басқа ешкім білетін адам жоқ, басқа ұлттар бәрі соны жақсы көреді ғой. Содан әйтеуір ол бәрі сол 90%-мен ба бәрі өтті. Ол жерде бір жаңағы қазақ бірінші әкім болғандықтан жаңағы сол жердегі менталитет жаңағы басқа ұлттардың кішкене көзқарасы болды. Соның бір-екеуін енді орнына қоюға тура керек болды. Орнына қойдық та, досым екеуміз. Жаман емес, содан кейін үйренді ғой. Одан мен кетіп бара жатып, айтты мен осы жерге қазақ қалсын әкім. Ауылда қазақ әкім жоқ. Көрші Баумын деген ауыл бар ар жағында, 20 шақырымда. Сол жерде бас бухгалтер болып жүрген қазақ қызы бардың. Соған бардым. Мен кетіп барам, менің орным әкім болып қалса шан жаққа. Қалай әкім болам дейді, әкім боласың. Соны әкелдім де айттым, одан әкім, анаңызды қойыңыз орным онда. Сол қазақ келіншек тойып кеттім. Одан хабарым жоқ. Енді қазіргі заманға оралайық. 90-жыларға бір көмектер қалай жасалуда? Бір айына бір жәрдемақы дейміз бе? Бір көмектер көрсетіле ме? Алматы мен Астанада бар жылына бір мәз. Емдеу орталықтарына, санаторияларға жіберетін, меніңше бір путевка жолдамалар бар. Соны көтеріп, жігіттер қайта-қайта көтеріп, кәдімгі мысалы Астанада былтырдан бастап, Алматыда жаңағыдай ай сайын бір 2 айлық не алады, 2 айлық көрсеткішпен сол ай сайын ақша алып тұрады. Бірақ ол біздің Қарағандыда жоқ, басқа өңірлерде жоқ әлі. Енді заң өзі біреу. Бірақ бұның бәрі сырыпсызсаң, бәрі келеді айтады, оны облыстың бюджеті шешеді, облыстың мәслихаты шешеді дейді. Сөйтіп бөліп тастаған. Өтірік емес. Біз сіздерді бір 10 желтоқсан мен 20 желтоқсан арасында іздейміз да, журналистер. Бай, көңілдеріңізге қаяу салмай ма? Осы бізді журналистер ғана емес, мемлекет осы бір 10 күн ғана іздейді екен деген. Көңілге қаяу салатын зат, мысалы, биыл 60-та, алғашқы президент күн. Осыдан бізде 16, 17, 18 күні, 16-сі тәуелсіздік күні ғой. 17-сі, 18-і демократияның жаңару күні деген болады. Ол 17 желтоқсан күнтізбеде қызыл күн болады. Өкінішке орай қазір тек 16-сын ғана қалдырды. Бірақ 17-сін қалдыру керек еді. 17-сі біз Құран оқытатын күн. Еске алу күні. Еске алу күні. Және де ол демократияның жаңару күні деп біз 17-сі күні Алматыға барсақ, Алматы алаңда Құран оқытатынбыз. Әйтпесе осы жақта мешіттерде Құран оқытатынбыз. Жақсы. Сізбен сұхбаттасқаныма, танысқаныма қуаныштымын. Мына кейінгі буынға, жас буынға не айтасыз, бір тілегіңізді? Тәуелсіздік ол Тәңірдің берген сыйы қазаққа. Қаншама ғасыр бойы осыны аңсады, ата-бабамыз аңсады, армандады. Тарихтан оқып жүрсек те, кезінде хандардың кезінде де, одан кейін кезінде, бодандық кезінде қаншама көтерілістер болды. Ақырғы бабамыз Кенесары ханның өзі қаншама көтеріліс жасады. Оспан батыр кешек. Одан қарасам алаш ардагерлер бөлініп аламыз деп, бөлінеміз деп, ел боламыз деп. Солардың арманы түбінде келіп өтер жеттік біз. Енді осы тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, жастарға айтарым, білімді болу керек. Жаңағы білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат дейді ғой. Кәр жаңа заман. Жаңа технологияларды оқып, білімді болып, ұлтшыл болып, елін, жерін сүйіп өссе, қызмет тұтқан адамдардың бәрі
тілге деген құрмет болса, бірінші кезекте тілге деген құрмет болса, ұлтына деген құрмет болса, тәуелсіздігіміздің тұғыры қатая береді деп ойлаймын.